және Төрехан Мералхан деген жігіт мені зорламақшы ғой. Қызды көмген, қолы көрініп қалған, жаңа қызды тыр жалаңаш тастаған. Үстіне топырақты болса да жабады ғой, жапқанда үстіне шөп қойғанда, шөптің үстіне атты байлап қойған. Өздері шешелері қарап тұрады, ана өлік шығып атса бетіп қарап тұрады. 26 күні 5:20-да және күдікті Төрехан Мералхан деген жігіт және Әйгерімнің мынандай бір шетінде кеп қарап тұр екен, капюшонын киініп алып, қап-қара киініп алған. Мен сені өлтірем деген сияқты. Көзбен, жаман көзбен қарап тұрды. Сөйтіп біз жиналдық, сөйтіп қайда қайттық. Бәріміз дастарханның басында айттым. Сөйткенім жайына сіңілім айтты, ешнәрсе істемейді, несін қорқасың деді маған. Сөйтіп түнде мамам 2:35-те және анаммен мына сіңілім маған келді. Сол және мамалар келді 2:35-те менің үйіме осы жерге. Сөйтіп мен сразу күдікті бала ойыма түсті. Ералхан, біздің Әйгерімді көрмедің ба бүгін демем, жоқ, көрген жоқпын деді. Бірақ ол ұйықтамаған ешқандай. Кәдімгі маған ұйықтап жатқан адам сияқты жауап берді да. Сөйттік та біз және осы төртеуміз роботқа келдік. Сол жерде мен айттым, мен күдікті адамым бар дедім. Төралхан Ералхан деген жігіт дедім. Қаяқтан арыласың деді. Білмеймін дедім. Құдай аузыма салды ма? Бірақ ол бір күн бұрын күдікті көзбен қарап тұр еді дедім. Басқа кім әкетеді оны дедім. Әкесі де шешесі инвалид ғой, осында екеуміз инвалидпіз. Мен қызымды осындай болған деп ішім күйіп бара жатыр. Мысалы көше жүріп қалған қыз емес. Бір боянып жұрттың қызы ұқсап қылтың сылтыңы да жоқ. Азаннан кешке дейін менің қасымда болатын тұғын. Мама ертең дәу көкпар болатын еді, соған мен табар әкелейін деді. Жарайды деп екеуміз мәгезінде табар жаздық. Сөйтіп сол табарға кетті соғыз. Сосын сол жерге кеткеннен кейін сағат 10-нан асып 11 болып қапты. Бұл қыз неге кешікті екен? Балдарым қаяқтасыңдар, мына қыз әлі кешігіп жатыр деп едім. Балдарым, мама, Құдай сақтасын, қызыңыз жас емес қой, кеп қалатын шығар деді. Сосын қой, бұл уақытқа дейін адам жүре бермейді ғой деп осы кішкентай балам келіп, осы қыздарының үйіне келдім. Сөйтіп қыздарыма жүріңдер, қызым әлі жоқ дедім. Сөйтіп полицияға барып, мына ДТП-ма бір бәле болып түсіп, жаңағы біздің қыз келген жоқ па деп еді. Олар компьютердан іздеп еді, апай жоқ, ондай қыз келмеген деді. Сосын роботқа бардым. Қызым өстеп магазинге кетіп еді, әлі келмей жатыр дедім. Сосын Мелиса маған апа деді, онда деді ары жазыңыз деді. Сөйтіп ары жазып болып, бірақ менің дедім бір күдіктенетін адам бар, бірақ деп едім, онда қазір барамыз деді. Сөйтіп сол баланың үйіне біз келдік. Бүгін Әйгерімді көрдің ба деп біз көрген жоқпыз деді. Сөйтіп біз 12 күн бойы бұл қызды күттік. Жаңағы милиция әкімшіліктен де адам сұрадық. Сол кісі келгеннен кейін негізі қатты қимылдады ғой милициялар, жастайы милициялары. Оған дейін департаменттен келмей бұлар бүйтіп қатты қимылдаған жоқ. Жаңағы департаменттен келген Ерлан деген бала, мына қызыма бізге бір жерден сыбыс шығып жатыр, қазір тоқтаңдар, құда қалса табылып қалады деді. Мына Ераханның үйін, мына қызым барса, уже милиция көшенің бәрін жауып тастаған. Үйінің артында, өзінің осы деу тамының артында жанына қызды көмгенде, сөйтіп мына бір қолы бүйтіп шығып қалған, қолында жүзігі болатын. Мына жүзігі еді осы. Осы жүзігі қолы көрініп қалған, жаңа қызды тыр жалаңаш тастаған. Үстінде киім ештеңе жоқ. Тыр жалаңаш тастаған, сөйткенде үстіне топырақты болса да жабады ғой, жапқанда үстіне шөп қойғанда, шөптің үстіне атты байлап қойған. Ералхан күдікті жігіттің інісі бар, Ахан деген жігіт. Сол жерде ол екі түрлі сөйледі. Мен қасында отырдым тергеген кезде де. 6:30-да деді, мен Ералханды үйге тамаққа шақырдым деді. Бірінші күні да, екінші күні айтты, 8:30-да тамаққа шақырдым деді. Сосын эфир ойнаттық деді. Одан кейін екеуміз шығып кеттік деді. Сонымен күніге іздестіру басталды. Жәндегі Ералханның үйінің крышасына дейін іздеттік. Тура тамның жанына қарай жүрмегенбіз ғой. Машинасында іздеттік, бәр жерін күніге іздедік. Табылмады. Күніге милициямен связда болдым мен 12 күн. 12-ші күні жүр милицияға айтты. Айсұлу деді, қазір сенің ауылыңдамын деді. Бір сыбыс шығып жатыр деді. Сәл күтші, 1 сағатта барам деді. Жәндегі неден келген, Түркістан облысынан келген Ерлан деген жігіт. Бопты дедім. Bir кезде уже маған мына сіңілім звондады. Бұлар іздеп кеткен ғой жан жақтың бәрінде. Сол жақты қоршауға алып жатыр екен деді. Сөйтіп жүгіріп шықсам көшенің басына, милиция деген қаптап кеткен. Сол жерге жылап еңіреп бардым. Сөйтіп сол жердегілер айтты, ол сенің сіңілің деді маған. Участковыйлар айтты. Сосын мен ары жүгірдім, бері жүгірдім, мені өткізбеді. Кейін мен біреулердің огородымен кірдім мен. Айдалада біреулердің огородымен кірсем, және күдікті Ералханның інісі бар, Темірхан деген, Төрехан Темірхан деген. Сол аңдып қарап тұр екен. Көріп тұр екен, біреулердің огородынан жәндегі. Қыздар, аңдып қарап тұр екен. Сол жерде екеуміз ұрыстық. Маған неше түрлі сөздер айтты.
сен үйтем бүйтем деп, сен сіңілін тапқанға қуаныштысың ба деді, маған айтты. Ол болмай шықса жауап бере аласың ба деді. Жауап бере алам деді. Бере алам дедім да мен. О бала мені әбден мазақ қылды. Сіңілің Дубайда жүрген шығар деп қанша адамның көзінше мен жылап еңіреп 12 күннен бері сіңілімді таппай жатырмын да жер көктен. Үйдің бәр үйлерді тексертіп, бәр жерді тексертіп, сонымен жәндегі бірінші қашып барған кезде жаңағы жігітпен ұрыстым ғой. Сол жерде Бағдат деген участка бой тұр екен. Әпше деді, беркеңізші деді. Қайта беріңіз деді. Сіңліңіздің қолында жүзік бар ма еді деді. Мына жүзік міне, дәл осы жүзік қолында болған міне. Лай еді міне, мына жүзік бұндай емес еді. Мынаның жағының бар, мынан бәрі быт шығып, мынау жіңішке болып кеткен. Бұны күйені жөндеп, майысы толғамап еді ғой. Бірақ іші сырты тола лай еді. Міне осы жүзік. Сөйтіп барсам, жылдар болып жатыр да, жақындап келатырмын. Сөйтсем, жақындап келатсам, сіңілім жатыр ғой, жерде. Басы тура былай қарай жатыр, аяғы былай қарай жатыр да, тыр жаңаш қой. Тура оң құлақта сырға бар да, мына құлақ сырғасынан таныдым. Мына құлағында сырғасы жоқ. Тура мына беті қанталаған. Енді мынау қолымдай қанталап кеткен. Мен жуындырдым. Именно осы ұрған жағы. Мынандай жағында үш пышақтың белгісі бар. Кәдімгідей пышақ былай трещина. Жағында да бар тепкі. Мына бет полный көгеріп кеткен, қатты. Мына құлақтың арты, мына арқа полный бүйрек тұсы полный көгеріп кеткен. Кәдімгі сияқ көк, қанталаған сияқ көк. Және сіңілімді 2011-ден бері бұлар қорқытып жүрген екен. Мен айтып жатырмын ғой, басқасын бәрінде мен болдым. Бұл жігіт, мен айтып кетейінші, мен ұмытып қаламын да, 2011 жылы мен квартирада тұратын едім осы ауылда. Сөйтіп таңғы 4-терде ұйықтап жатсам, жәндегі 4-ші баламды босанып келгем, жатсам, масаханада жатсам жаздың күні. Және Төрехан Бералхан деген жігіт мені зорламақшы ғой. Көзімді ашсам, бүйтіп төбеме жатайын деп тұр ғой. Мен ана масаханадан жүгіріп, шығып үйдің қасында күйеуім сол жерде конфет көршігеді. Сол жаққа жүгіріп бардым, датаба қорыққаннан да. Одан кейін жәндегі бұл қазып шығарып отқан кезде бар ғой, бардым ғой, сіңілімді көрдім. Сол жерден мені кейін әкетіп қалды милициялар. Сол жерден және Төрехан Бералхан деген жігіттің анасын көрдім мен. Менің анам үйде қайғырып жылап отыр деді. Менің анам емес ол дедім. Сөйтсем және Төрехан Бералхан деген жігіттің анасы қазып шығарып отқан кезде до конца қарап тұрды ғой. Ана жерден қазып мені сіңілімді шығарып болғанша қарап тұрды ғой мамасы да. Ауыл қорқады. Макайда және Мұратхан деген кісіден қорқады. Разборчик шешеді. Шешіп қояды. Сол кісі тындырады. Ауылда ешқандай қария жоқ екен. Мен телефонға шықтым, ағайын туысқан бауырлар неге отырсыңдар? Бәріміз өстіп өле береміз ба деп едім. Маған жаңа осы Макай деген бала не бір сөз айтты. Мен келінім көрген ғой, Али магазиннің алдында үш жігіт мінгізіп әкеткен көрген ғой, мен келінім тура сол жерде тұрады. Аптекадан келатсам дейді, әйелім әпшені анық таныдым дейді. Бойы ұзын 2 бала деді. Кейін біз оны апарып рободаға сөйткенек, дәл осы жігіт деді ғой. Суретін көрсетті де, дәл осы жігіт көргені бос әкетті деді ғой. Әйгерім әпшені мінгізіп әкетті деді. Машинаға. Ұзақ уақыт бойы сіздерден ақша алып жүргенін бұрын білдіңіздер ме? Ана Әйгеріммен ақша алып жүргенін? Білген жоқпыз ғой. Және басқасын бәрінде мен болдым ғой. Телефоннан шықты ғой барлық нәрсе. Ақша аударғаны шықты ма? Чорныйға шығып қояды екен да, Әйгерім сөйтіп басқа нөмір алады екен да. Сөйтіп оған ызмандайды екен, ақшамды қайтаршы мені. Бүгін үйіңе барамын, папа мамаңа айтам дейді екен. Сөйтсе Чорныйға тықпай береді екен ғой, ол номер күні аударады. Қанша ақша аударғаны белгісіз бе енді? Енді көп қой енді бұл. Неше әркіммен аудара ғой, білмейміз әркіммен аудара берген ғой. Соның бәрін біз жәндегі роботада бәрін білдік қой. Бұған аударып отқанын. Мен Данияр деген тағам бар. Сонымен де 18-імнен 25-імнен 3 рет аударған екен. Ол тағамның өзі айтты. Сөйтіп 3 рет аударғанын мен білемін деді да. Бізге айтпайды ол, кіммен аударып жатқанында. Әркім басқа адамдармен аударуы мүмкін да оны. Сөйтіп 754-те Әйгерімнің телефоны өшкен, жәндегі моргқа мен бардым ғой. Сөйтіп моргқа кірген, бірінші милициялар нелер кірдіден моргқа, сөйтіп айтты. Сіңіліңіздің іш жерінде удар жоқ деді маған. Бірақ мына жақ қанталаған деді. Мен анық білем сол жерде. Кейін тергеушілер келді, және кесетін адамдар келді да, сіз точно сіңіліңізді танисыз ба деді, кірсеңіз деді. Мен танимын дедім. Сөйткенде мені кіргізді. 2 әпкем бар, қолды жетектеп кіргізді мені. Сөйтіп кірсем, сіңілім жатыр. Тырдай, денесінің бәрі лай, мына бастан ішінің бәрі лай. Мына ауыз ашылып қалған, мына мұрнынан қан ағып тұр, тура осы жағынан. Сіңілім тырдай болып жатыр ғой. Бәр жері топырақ, көрсеңіз шошып кетесің. Бүкіл жері топырақ. Апарғанда топыраққа лақтыра салған ғой. Тура осы оң қол қалып кеткен ғой, қазбы шығып жатқанда да. Маған айтты. Сіңіліңіз жәнде қазбы шығып жатқанда бірінші оң қол шықты деді. Апарғанда бұл лақтыра салған. Мына қолда пышақтың ізі бар ғой. Мен анық өз көзімен шомылдырған мен. Экспертиза енді ана өтірік мен қылғындырдым деген бойынша экспертизадан солай шығып отыр ғой. Тергеушіге звондасақ,
Жауап тергеу жүріп жатыр, бәрі болып жатыр, ешқандай бізге ашып айтпайды. Қашан тергеу бітеді дейді, айта ма айтты? Бітеді деді. Осылай бітеді деді. Сондай жағыңа осылай бітеді тергеу деп айтады дейді. Бір мына тергеуші бар емес, вообще жауап беру қиын. Біз мамам екеуміз бардық қой. Экспедицияның түнде бардық қой. Айналып келіп мен және как раз сол күні бауырым ауырып қалды, әпшем. Мана баста мынау экспедиция осы танысады деп осын жазбағым ғой. Сөйтті, бұл ауырып қалды ғой десем сөзге түсінбейді анау. Тек осы келсін дейді. Жақсы, енді сіздердің талаптарыңыз қандай? Біздің талабымыз бар ғой. Ұзақ мерзімге кетсін. Қасындағы адамдарды табылсын. Неше жылдан бері мен әке шешем мүгедек, соның ақшасын бәрін сол жеп келген, сол ақшаның бәрін қайтарсын. Бізден келіп кешірім де сұраған жоқ, әке шешесі де келді, 4 күннен кейін ба келді, жаназа шығып кеткесін. Біз дейді, ертең әруағы тыныш қойсын деп 100 мың теңгені бір қойып беріп кетті. Батағұлға келдік дейді, бізді әруағы мазаламасын дейді. Соның үйінен шықты ғой өлік. Тура тамы жанынан шықты. Тамы болса, жанынан шығарды ғой. Мен Бердалиева Мейрамкүл Айгерімнің анасымын. Қасым-Жомарт Тоқаевқа мен үндеу жариялаймын. Мен жариялайтын себебім, менің қызымды қасақана өлтіріп отыр. Менің қызымды Төреханов Ералхан деген бала өлтірген себебі, менің қызымды қорлаған, зорлаған, ұрған, қолдарына бүйтіп пышақпенен із салған, оң жақтағы жағынан ұрған, қылқындырғанда әрі мына құлақ жағынан ұрған. Денесінің бәрі көгеріп кеткен, мына мал өлгендей қылып тілін тістеп қалған. Мұрнынан, аузынан қан ағып жатыр. Ол менің қызымды үйінің артына көміп, үстіне шөп қойып, оның үстіне атты қойып қойған. Бұлар 3 адам болып істеген, бір өзі ғана жаңағы группа бой кетпейік деп отыр. Мен сол қасындағы екеуін қалай да болсын таптыруым керек. Маған солар керек негізі. Менің арманым сол. Күйеуім 2-ші группа мүгедек, мен 3-ші группа мүгедек. Бұл 25 жылдан бері екеуміз осы қызымыз біз жаңа пенсиямызды әкеп береді. Сол пенсия неге азайып кетеді десем, сол кішкене мәгезіміз бар еді. Сол ішінде табар азая береді. Сөйтсек, жаңа Ералхан деген келіп, жаңағы қарызға алып кетеді екен. Анда-санда бір 1000 теңге беріп қояды екен де, барлық ақшаны сол алып отырады екен.